Егерде сізде өмірлік инвалидство болса, мүгедектік болса, мәңгілік. Инвалидство бессрочный болса, бірінші группа, екінші группа, үшінші группа болса, және сіздердің жинақтарыңызда ақша болса, жастарыңыз 45-ке толған болса, онда сіздер өзіңіздің инвалидствоңызға бөлек, тағы да қосымша выплата, яғни пенсия аласыздар. Плюс бонус ақша аласыздар. Бірақ та өзінің арнайы оның шарттары бар. Үшінші группада, екінші группада, бірінші группада арнайы осы жерге қазір комментарияға сіздер жастарыңызда, жинағыңызда қанша бар екен және бессрочный нешінші группа екенін жазып кетіңіздер. Егер сіздердің жастарыңыз сумманы сай келсе, онда сіздер выплата ала аласыздар. Пенсионный аннуитет шартын жасау арқылы қосымша инвалидствоға бөлек пенсияңызды ала аласыздар. Ал егер де сіздерде ешқандай да жинақтарыңыз ақша болмайтын болса, онда оған сіздер жасауға келмейсіздер. Сондықтан да тек қана жинағында 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион барлар группасына байланысты жасыңызды, нешінші топсыздар, обязательно мәңгілік болсын. Және жинағыңызда қанша бар екен жазып кетіңіздер. Егерде точно келіп тұрған болсаңыздар, мысалы үшін үшінші группада ер адамдарда 45 жастан бастап басталады, 5 миллион 500 ақшасы болса, және содан төмен түсіп кете берсе, ең жоғарысы 5 миллион 500. Ал әйел адамдарда 45 жасқа толған болу керек, 6 миллион 320, және ол әйел адамдарда көтеріледі. 6 миллион 7 миллионға көтеріліп, барып қайтадан төменге түседі. Сондай ақшаларыңыз болса, маған тікелей WhatsApp-қа жаза берсеңіздер болады. Пенсионный аннуитет шартын жасау, бұл сіздерге қосымша пенсия плюс бонус ақша. Услугасы, консультациясы тегін. Осыны мүгедектігі бар, мәңгілік мүгедектігі бар адамдарға осы видеоны жіберіп қойыңыздар. Пенсион классында ақшалары қор жатқызбай, осылай пайдаланып, олар да рахатын көрсін.